Сәлем достар, бүгін сүзбелі шоколадты пирогты жасауды көрсетемін. Ол үшін ыдысқа қант саламыз, одан кейін ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Бұл пирогтың сырты сникерске ұқсағанымен салмасы сүзбелі ірімшіктен тұрады. Сүзбелі шоколадты пирог. Араластырып болғаннан кейін бір жұмыртқаны жарып саламыз. Араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Ұнға какао қосамыз және бір шай қасық қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Енді жаңағы араластырған құрғақ заттарымызды қосып қамыр илейміз. Достар, бұл пирогтың дәмі өте ерекше, өте керемет болады екен. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өзіме қатты ұнағаннан кейін сіздерге де ұсынып отырмын. Және осылай қамырын біріктіріп илеп аламыз. Және жасалуы өте оңай, қарапайым, тез дайын болады. Жасап көріңіздер. Қамырын осылай біріктіріп илеп алғаннан кейін ыдыстан аламыз. Осындай жұмсақ болады. Енді осыны салафанға салып, холодильникке бір 20 минутқа қойып қоямыз. Салмасына сүзбелі ірімшік және бір жұмыртқа қосамыз, үстінен қант қосамыз. Яғни барлығын бірдей салып дайындап аламыз. Үстінен одан кейін 3 ас қасық қаймақ саламыз. Және бір ас қасық жүйрік крахмалын қосып, барлығын бір келкі масса болғанша блендермен осылай еземіз. Осылай салманы езіп алдым, дайын. Салмамыз осындай болуы қажет. Енді жаңағы тынығып тұрған қамырды холодильниктен алып, сәл аздап ұн сеуіп жаямыз. Қамыр жайған кезде жыртылып кетеді. Егер оқтаумен жаймай қолмен жаямын десеңіз, формаға салып қолмен де жаюға болады. Мен өзім оқтаумен осылай жаямын. Форманың көлеміндей жайып аламын да, оқтаумен шетінен ақырын орап аламын да, формаға саламын. Осылай қамырдың шетінен алып, оқтауға ораймын. Формаға салатын боламын. Кішкене жыртылуы мүмкін. Мінекей осылай ақырын орап алып, формаға салып, осындай формаға саламын. Қамырды формаға салып болғаннан кейін шығып тұрған қамырларды алып тастаймын да, жетіспеген жерлеріне жабыстырып, тегістеп орналастырамын қамырды. Мінекей осылай орналастырып болғаннан кейін пешті алдын ала қыздырып қоямыз да, начинкамызды салмасын осылай салып 180 градуста 40 минут пісіреміз. Және қызар әркімнің градусы әртүрлі болуы мүмкін. Кейбіреуінде 30 минутта пісуі мүмкін. Градусқа да мән беріңіздер, және де піскен кезде қараңыздар. Піскен, піспеген бақылаңыздар. Кейбіреуінде мүмкін 45 минутта пісуі мүмкін. Соған да мән беру керек. Енді үстіңгі бетіне жаңа ганаш дайындаймын. Осылай шоколадты ерітіп алғаннан кейін үстінен сұйық майды қосып, және жаңғақты араластырып бетіне жағамыз. Пирог менде осылай пісті. Толығымен салқындағаннан кейін формадан шешіп алдым. Салқындаған соң осылай бетіне ганашты жағып шығамыз. Және ганашты жағып болғаннан кейін ганаштың қатқанын күтеміз. Қатып болғаннан кейін пирогты кесуге болады. Мінекей жағып болдым толығымен. Менде пирог дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.